Ажардың оқиғасы. Бұл әңгімеде алып қашудың құрбанына айнала жаздаған ажардың басынан өткен оқиға баяндалады. Кейіпкер есімі өз қалауы бойынша өзгертілген. Жастардың өзара келісімге келуі арқылы алып қашу болса, онда артық әңгіме айтуға болмайды. Ал танымайтын, өзара келісімге келмеген жанды алып қашу қылмыс болып табылады. Қызға 40 жігіт сөз салады, бұйырғаны алады демекші, тағдырын бір-бірімен байланыстырған жандар той жасап, отау көтереді. Алайда танымайтын, сөз байласпаған жанды зорлықпен алып қашу ешқандай салтқа жатпайды. Алып қашудың құрбаны болған қыз бала дұрыс өмір кеше ала ма? Көңілі жараспаса өмірі өксікпен өтпей ме? Сөйтіп тағы бір жанның тағдыры тасталқан болады. Оқиға кейіпкердің өз айтуы бойынша өрбиді. Мен үйдің 3-ші баласымын. Алдымда әпкем мен ағам, менің артымнан ерген інім бар. Ана мектепте мұғалім болса, әкем ауылдағы етікші. Әкемнің өз шеберханасы бар. Ертелі кеш, қысы-жазы сол шеберханадан шықпайды. Балалық шағым 90 жылдарға тап келген болатын. Анамның айлығы бірде жетіп, бірде жетпей, жоқшылықтың қандай боларын көріп өстік. Әкем жуас адам болатұғын, анама қарап бір ауыз артық сөз айтпаушы еді. Балалық шағымыз сондай бақытты болды. Әпкем мектеп бітірген соң оқу туралы бас қатырмады. Сөз байласқан жігітімен бір түнде қашып кетті. Ал мен 9 сыныпқа аяқ басқанымда аға мектеп бітірді. Бір жыл жұмыссыз жүрді де әскери борышын өтеуге аттанды. Мектеп бітірген соң әпкем секілді тұрмысқа шығып кеткім келмеді. Оқу оқып, жұмыс жасап, ата-анама көмектескім келеді. Соңғы уақытта әкемнің денсаулығы сыр беріп, көзім суырып ауырады деп жиі айтатынды шығарды. Осыларды көріп отырып, ата-анама салмақ салғым келмеді. Бірақ ауылда қалғаныммен табыла қояр жұмыс бар ма? Осындай ауыр ойлармен жүргенімде мектеп бітіретін уақытта келіп жетті. Бір күні сынып жетекшіміз қыздардың басын қосып, жиналыс жасады. Алдағы жоспарларымыз туралы сұрады. Мүмкіншілігі бар қыздар оқуға барамыз деп жарысып жатты. Мен үндемедім. Бір кезде ұстазым, Ажар, сен ше дегенде селк ете қалдым. Апай, мен оқуға барғым келеді. Бірақ ата-анама салмақ салғым келмейді дедім жыламсырап. Жиналыс аяқталысымен апайым, Ажар, сен қалшы деді. Не үшін алып қалғанын түсінбесем де отырған орнымнан қозғалмадым. Барлық қыздар шығып кеткен соң, бері жақындап отыршы деп алдына шақырды. Білесің бе, сенің оқуға бара алмаймын дегеніңді естіп, мұңайып отырмын. Сенің болашағың бар. Сабақты жақсы оқыдың. Әрі қарай білім алғаныңды тәуір көремін. Жақсы маман иесі болатыныңа сенімдімін. Мүмкін сырттай бөлімге тапсырып көрерсің. Осы күзде қазақ тілі мен әдебиетінен беретін Сәуле апай зейнеткерлікке шығады. Сол салаға тапсырып, апайдың орнына орналасып аларсың. Менің ақылымды тыңда. Оқуыңның ақысын айлығыңнан төлеп отырасың. Қалай қарайсың деп маған қарады. Ұстазымның ұсынысын естігенмен не дерімді білмедім. Қуанып тұрсам да бір жағынан қорқынышым басым еді. Мектеп бітіре сала, тәжірибесі жоқ жанды жұмысқа ала қоймасы анық. Арпалысқан ішкі ойымды түсінді ме, өзің көріп жүрсің, мектепте маман тапшы. Әуелі тапсырып алшы, қалғанын өзіміз үйретеміз. Ал мектеп директорымен анаң жайлап сөйлесіп көрсін. Бастысы келісімін берсе болды, қалғанын тез-ақ үйреніп аласың деді мейірлене қарап. Гүлжан апайымның мына сөзінен соң кәдімгідей ойланып қалдым. Білім алып, ата-анама көмектесемін деген арманымның орындалатынына көзім жеткендей. Мен үшін беріліп тұрған мүмкіндікті жібергім келмеді. Айтпақшы, Ажар, айтылған әңгіме осы жерде қалсын. Басқа сыныптастарын естісе, мұғалімнің қызын жарылқады деп айтып жүрер. Мен үшін бәрің бір дейсіңдер. Тек өзіңнің білімге құштарлығыңды байқамау мүмкін емес. Сондықтан әуелі өзіңмен сөйлескенді тәуір көрдім деген ұстазыма, жақсы, апай. Ата-анаммен сөйлесіп көрейін. Еш уайымдамаңыз. Ешкім естімейтін болады деп үйге келіп ата-анаммен ақылдасып көрдім. Анам бірден балаша қуанса, әкем үнсіз қалды. Құлыным менің. Оқи алмай қала ма деп уайымдап жүредім. Мына хабарды естіп, арқамнан ауыр жүк түскендей болды. Сенің иығыңа ауыр жүк артып қойған жоқпыз ба? Деді бір кезде. Жоқ, әке. Сіз олай демеңізші. Менің қалауым да осы.
Сіздерге салмақ салмай, қайта өз күшіммен білім алсам деп ойлап жүредім. Мен үшін таптырмас мүмкіндік. Сіздер алаңдамаңыздар, бәрі жақсы болады дедім. Мектеп бітіру кешінен соң емтихандарды ойдағыдай тапсырдым. Апайымның айтқан ұсынысымен қалаға барып, сырттай бөлімге құжат тапсырып қойдым. Ауылға оралып, анам екеуміз мектеп директорымен кездестік. Мектеп директоры екеумізге қарады да, көпке дейін үндемеді. Мен тықыршып отырмын. Бет әлпетінен бірдеңе аңғару мүмкін емес. Бір кезде барып, Ажар, оқуға тапсырып, білім алуға деген талпынысыңды құптаймын. Бірақ бірден мұғалім етіп алу жағы қиындау. Саған тәжірибе керек. Жақында хатшым қоныс аударуына байланысты жұмыстан шығады. Сол жерге орналассаң қалай болады? Іште жүріп тәжірибе жинақтайсың. Сосын ақырындап сағат аларсың дегенде қуанып кеттім. Ауылдың аты ауыл. Кеше ғана мектеп бітірген деп кеудемнен итермей, маңдайымнан сипап, өмір жолыма түсуге көмектескен жандарға осы күнге дейін алғысым шексіз. Бүгінде ұстаздық жолында жүргеніме 20 жылдан асып барады. Еш өкінбеймін. Қайта, әр оқушымның жетістігін көрген сайын, бұрынғы өз ұстазым есіме түседі. Қыркүйек келіп, жаңа жұмысыма қуана кірістім. Кеше ғана оқушы болып шыққан мектебіме жаңа адам болып оралдым. Қайнаған ортаға тап болғанымда басында үйренісе алмадым. Көбі жас көрді ме, әуел басында өзімді ыңғайсыз сезінетімін. Біртіндеп бойымда үйрене бастады. Алғашқы айлығымды алғандағы қуанышымды айтасыңызшы. Жоғалтып алатындай үйге жеткенше алақаныма қысып келгенмін. Есіме түссе күлкім келеді. Ол уақытта айлықты есепшіден қолма-қол алатын едік. Қазіргі кездегідей, телефон арқылы аудара салу деген болмайтын. Орташа бойлы, ақсары өңді бойжеткен болғаныммен, өзімді сұлулардың қатарына қоса алмайтынмын. Көзімнің қысықтығынан именетін едім. Сондықтан ба, көп қыдырыстарға барудан бас тартып жүрдім. Қараша айында алғашқы сессияма барып келдім. Группаластарым өзім қатарлы шығар десем, үлкен апайлар да, ағайлар да бар екен. Осылай уақыт зымырап өтіп жатты. Күз, қыс, артынша көктем келді. Сәуір айында ағамнан бір айдан соң әскерден оралатын жөнде хат келді. Айтқан уақыты жетіп, ағам аман сау әскерден оралды. Ауылдағы үлкен кісілердің басын қосып, шағын той жасадық. Кешкісін ағамның достары жиналды. Осы отырыста ағамның жақын досының екі көзімен де болды. Кіріп шығып жүріп байқап қалдым. Осы отырыстан соң Ернардың үйге келуі жиіледі. Үнемі көзін алмай отырушы еді. Оқушылардың жазғы демалысы басталды. Ертеңгі соңғы қоңырауға дайындықпен жүріп, жұмыстан кештеу шығып қалдым. Алдымнан Ернардың кездесе кеткені. Ажар, амансың ба? Асылбекке бара жатырғанмын, жүріңіз бірге баралық. Сізге серік болайын дегені. Менде үн жоқ. Қасымда еріп келеді. Ажар, неге үндемейсіз? Әлде менен қорқасыз ба? Сізбен сөйлесейін деп едім деді бір мезетте төтесінен. Жалт қарадым да, не айтайын деп едіңіз? Тыңдап тұрмын, айта беріңіз дедім. Жарықта қызға сөз айтып көрмеп едім. Өзіңді көргеннен ұнаттып қалдым десем болады. Бұрын кішкентай қыз едің. Мен әскерде болғалы кәдімгідей бой жетіп қалыпсың. Менімен кездесуге шығасың ба дегені. Сіз ағамның досы емессіз бе? Сізбен қалай кездесуге шығамын? Дедім. Қорықпа, Асылбекпен өзім сөйлесемін. Міндетті түрде рұқсатын аламын. Сен келісіміңді берсең болғаны деген Ернар қолымнан ұстап алғанда жүрегім дір ете қалды. Кеш болғанымен қараңғылық түсе қоймаған кез еді. Ұялғанымнан қолымды тартып алдым. Оныңыз не? Ел көрсе не дейді деп тездетіп жүріп, озып кетуге тырыстым. Үйге келгеніммен ағамнан қысылып барамын. Қылмыс жасаған жандаймын. Арада бір аптадай уақыт өтті. Атанамыз көрші ауылдағы жақын туысымыз қайтыс болып, жол жүріп кеткен болатын. Үйде ағам, мен және інім үшеуміз қалғанбыз. Кешке қарай ағам киіне басты.